Ой атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы. Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Теуіп қалса темір үзіп кететін, өтетін, қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан алла панасы, бесігі байтақ даласы. Алашым деп аттанса, ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Біз Қазтөбет арнасынан келдік, сіздің питомыңызбен таныссақ бүгін. Қалай қарайсыз аға? Уағалейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Жарай, де келіңіздер. Дәреже көрсек, әлі де қашым бар ек. Мұнда әділетсіздікке менің шыдауым керек. Сүйеусіз қалдым торығы балқымнан жіберіңдер. Адам болғасын адам шатын ұстауға мұрша беріңдер. Артымнан кім не дейтінінде жұмысым жоқ. Әуреге салар етім бар, жанымды қатым мысық жоқ. Меніңше Бұл төбеттің есімі Гороч, жасы 2-де. Құдай қаласа, биыл Ұлы дала чемпионатына барады. Тестілеуден өтуге барады. Тестілеуден 60 кило салмақта. Өзіміздің қазақы төбет. Чемпионның баласы. Құдай қаласа, сапарға шығамыз. Кел, Гороч, кел. Хоп, Гороч, хоп. Хоп. Қазір дайындық үстінде. Бұл төбет нөкер деген. Бұл нөкердің қанын айтып өтетін болсақ, чемпион СНГ болған Бекболат ағамыздың иті бар, Қарабай деген иті болған. Сол Қарабайдың қызының өзімнің Дагар деген чемпион Қазақстан болған супертяжда. Сол Дагарды жаңағы Қарабайдың қызына қойып, екеуінен түсірген күшігім осы, 10 айлық күшік, 64 кило, нөкер аты. Кел, нөкер. Кел, нөкер. Кел. Бұл төбет 60 килода биыл 2020-2021-де СНГ чемпионы болды. Құдай қаласа, осы сезонға тағы да чемпионатқа дайындап отырмыз. Аты Барс, салмағы 60 кило. Шыңғыс деген досым маған подарка жасады. Ендігі чемпионатқа өзім барам. Бұл төбетім Дагестандық Пират деген двукратный чемпион Пираттың баласы. Бұның да есімі Пират. Биыл Алашордада кубогында төбет тестілеуінде жарыста келесі турға өтті. Салмағы 60. Қазіргі кезде дайындық үстінде жүріп жатыр. Есімі Пират. Бұл Кокки деген төбет. Кокки құдай қаласа Алашорданың екінші турына барады. Салмағы 50 кило салмақта төбет тестілеуге барады Алашорда кубогына. Бұл Аққали деген ағамыз бар Түлкібаста. Сол Аққали ағамыздың Арлан деген итінің баласы, прямой баласы. Төрткөз Кокки. Кокки. Кел, Кокки. Кел, Кокки. Төбетке қызығушылығым шын сөзге келетін болсақ, 3-ші класстан бастап ит, осы мал жанды болып өскен. Өзім әкемнің емес, атамның қолында өстім. Мал жанды болып. Иттерге, төбеттерге сол кезден бастап қызығам өзім. Сол кезде жәлдегі шлиянды дәулеттерді бақпаймыз енді. Бар итті алып асырап, бәрі против болады, тісте болады дейді, анау дейді, мынау дейді. Бірақ содан сол 3-ші класстан бастап қызығып келатым. Бірақ қалса енді жайлап биік шыңдардан көрінуге ниет тура деп ойлаймын. Қазіргі таңда
23 ит бар еді питомнигімде. Питомнигім Бадам Прайд деп аталады. Күшік кезінде жаңағы ұрғашы туады. Туғаннан кейін 21 күнінде күшіктері 21 күн болған кезде суспензиясы бар, өзінің шек құлтын тазалайтын. Сол шек құлтын тазалап вакцинасын саламыз. Мультиганы бар, набивагы бар. Өзінің аптекасында, вет аптекадан аламыз. Соларды салып, күшікті өлтірмеуге тырысып, өсіруге тырысамыз. Дагар деген Кримнан келген ит ол. Кримнан сатып алғанбыз Татарстаннан. 1 жас 4 айынан. Сонымен 1 жас 4 айынан бастап менде тұрды. 5-6 ай мен өзім қарап, дайындап, молодежкінің чемпионат Қазақстанға қосып, чемпион Қазақстан болып шықты супер тяж салмақта, 72 плюс салмақта. 2017-2018-де чемпион болды Алматы қаласында, чемпионат Қазақстанда. Содан кейін взрослый чемпионатқа қосылды, әлем чемпионатына бардық, ол жерде полуфиналда ұтылып қалдық, басым түсіп қалдық. СНГ-ге бардық, ол жерде де полуфиналда басым түсіп қалдық. Одан кейінгі уже иттің жасы 5-6-тан асты, ол чемпионаттан уже жарамайды, тек қана ұрықтыққа қалды, тек ұрықтыққа тұрды әзір. Итпен де айналысамыз. Ит енді бірінші номерде итпен өзім осы Бадам елді мекенінде өзім спорт залым бар, күрес залы, өзім тренерім, сол жерде қазақша күрес, самбо дзюдодан. Майда кішкентай балдарды тәрбиелеп жатырмық. Облыстан көрініп жатыр, балдар Қазақстаннан көрініп жатыр. Кеше белбеу күресінен барып, Мирда 3-ші орын алып келді бір оқушым. Енді жалпы айтқанда иттерді дайындаймыз, ит қараймыз, питомнигіміз бар, және де осы екінші жұмыс, жаңағыдегі тренер болып жұмыс. Мені осы төбетке үйреткен, жаңағы поддержка берген кісі осы Қазақстанға әйгілі Темірғалиев Серік Абайұлы деген кісі бар, осы Павлодар қаласында. Мен бірге, мен ол кісінің уже былай айтқанда ұлы сияқты болып қалған, ол кісі маған әке сияқты болған. Сол кісімен осы төбет дамытуды қолға алып, үлкен көмегі ол кісінің тиіп жатыр маған. Құдай қаласа ары қарай да тие береді деп ойлаймын. Рахмет үлкен ол кісіге осындай дәрежеге жеткізіп жатқанымызға, иттерді, жаңағы төбеттерді дамытып, Құдай қаласа ары қарай дамытуға ниетіміз тура.